Алтай тауының баурайындағы сақ патшаларының жазығы болған деседі. Қазір біз осы жерден бүлдірген төреге барамыз. Міне, бұл жерлерде түймедақтар бар екен. Бүлдірген жеріп жатыр. Бүлдірген түймедақ гүлдерін теріп отырмыз Берелде. Бүлдірген туралы әннің сөздері еске түспей тұрғаны. Міне біз Берел қорымындамыз. Сол жерде отырып бүлдірген теріп жүрміз. Мына жерде тұрған кішкене төбешік бұл сақ дәуіріндегі обалар екен. Әлі зерттелмеген көрінеді. Берел қорымына келдік. Музейі. Туристер өте көп екен. Ер тұрмандар. Бұрынғының табақтары қазір біздерге осы астана. Фрагменттер, жануар терісінің бөліктері, біз 2,5 жыл бұрынғы осы қазылған жаңағы жидектер жүрдік қой. Бұл жерде қорымда жатыр ғой. Бұл жерде зерттелмеген бәленбай олып жатыр, соның бірі 98 жылы 13 жыл шыққан еді ғой. Соның жануардың терілерінің сақталған. 7-ші ғасыр бойынша ма? Енді біздің жыл санауымызға дейінгі 4-3 ғасыр дегеніміз 2,5 жыл бұрын ғой енді осыдан. Сол кездегі аттардың балық дейді, салпыншақтар дейді, солардан қалған фрагменттері айының қабығынан жасалған ғой. Міне мынау ер тоқымның қасы дейді, шет-шеттері сол кездегі материалды қараңыз қой жасалған. Қандай слой-слоймен жасаған. Мына киім ба, 2 деген? Ау. 2 деген киім ба? Анда жазып тұрған. Ер тоқымның жабындылары деп тұр. Тоқым жүктен жасаған ер тоқымның жабындылары. Бұданың барлығын бұлар жайтақ болған, алтынмен қаптап киген ғой, қызыл сыртында сары нелері қалған ғой. Ана соң қалдықтар бәрін фольгамен жалтыратып. Олай құлақтар қалар бар, ер тоқымның жастаулары. Мұнысында алтын ба? Енді сырттары бұлай жаңа кезінде жылтыраған алтын фольгалар бар қалған. Енді 2,5 жыл жермесіне ойма. Сондайлар неткен ғой, ер тоқымдарына салақтатып жаңа балық сияқты мода болып тұр. Барлық қазылған неден осындай нелер шығады, салпыншақтар. Бұлар неден жасалады дейсіз? Видео түсірміз. Салпыншақ, ер тоқымның салпыншағын салбырап жүріп, сондай мода болған ғой деймін. Ал жылқыларына андай мыналар ғой міне. Мыналарда жылқылардың басына обязательно мынандай біздің гербтағы осы ғой, осыдан алынған ғой. Барлық нелері обязательно мынау осы жазық жаңағында. Сол кезде суретшінің қиялымен жасаған нәрсе ғой. Бір праздник ба, бір обряд бірдеңе болып жатқан болу керек мына жерде. Сол кезде жаңағы ылғи құла аттарды мінген екен нелер, жаңағы патшалары осы жердегі. Сол сарыға алтынға құмар нәрсе айтайын сіздерге. Мынау бізде қазады ғой археологтар. Археологтар қазады. Сосын оны Петерборға кімге жібереді? Герасим мектебіне, антропологиялық не жасау. Олар обязательно орыс қылып шығарады бұлар. Көрдіңіз бе түрін? Ал мысалы ана жаққа жіберсе, Венгрияға байда жібергенде олар кәдімгі осы қазіргі антропология қызық. Мыналар енді сол кездегі ұсақ-түйек жебе, анау мынау ғой, пышақ.
Мысалы, бәрі сол біздің ерамызға дейінгі 3-4 ғасыр дегеніміз ол осыдан 2,5 мың 3 мың жылдай бұрын. Көздері көп болған деген сол. Соның бәрі өтірік бәріміз. Тура осындай нелер мысалына қарап отырсаң, сол кездегі аттардың несінің бәрі сол жерде басқарып қояды да, бәрі өздеріне татады ғой. Жамандас тарих деген жердің астын тауып жатыр ма? бәрі осы маңайдан шыққан дейді. Интернационал болған бұрын күйеуі орыс әйелі қазақ себебі болған. Көбіне қола қанжар, тима қанжар. Аң стилінен сан. Бұлар да сол аң стилі өте қатты жақсы. Бұлар мифтік бейнеде бар нәрселер осы алыстан әкелмейді. Барыс, тау барысы, бұғы сосын Темір және қола шегелер екен. біріне бір қосып мистикалық бейнелер жасаған. жасалған қалқан. Сақ заманнан Содан бар барлығы да елде қойда қазір жаңылмен 3-ші бірге ғасырға қойдың дейін барысы. болған Қойдың жауырын сүйейді. Шышқаның ауыз түстеді екен. Мына жерде қима табыт дейді, адам жатқан, оның бәрін ана қайыңның тозы дейді ғой, қайбығы. Сонымен бәрі қаптаған, одан бір этаж жасаған, оның үстіне аттарын салған, одан бір этаж. Мәңгілік мұзға міне жаңағы жидектер жүрді ғой мына жерде. Сонда қорымның жақтың қасына баттық қой. Соның астынан 4 метр тереңдікте мәңгілік мұзға баты дейді, жаңағы тоңға баты, содан шыға міне суреттер. Дәл осылай тура осылай жатыр. Дәл осылай шыққан. Міне осында. Мынау енді саркофаг жаңағы несі ғой, пирамидасы. Біздікілер жердің астына салса, Египеттегілер жердің бетіне шүкіретіп салып жатыр ғой. Айырмашылық жоқ та, екеуінің мумияны сақтау несі бірдей. Жаңағыдай технологиялары. Бальзамдау, одан ауаның термодинамикасын үйлестіру деген сияқты. Адам сүйегі табылған ғой. Иә, бірақ тон алғанда мына жылқыға нетпегенде алтынның бәрі нашіне болған ғой, сонда жылқылар бұзылмай сақталған, ет күйі. Ана тон алғандықтан бұзылып кеткен сүйек. Міне мыналар шығарып жатыр міне сол кездегі. Көп шығарды, хандардың ұстап отырған таяғы, зираттың басы, ағашты алтынмен қаптап жасайды екен. Осы стильді бұғы, жаңағындай мына осы тигра хауда дейді ғой, шошақ бөріктілер осылардың несі. Ал ана жақтағылар әрненің үйлерін басқа. Мысалы Тарбағатайда табылған олардың аң стилі тоже басқа. Олардағы шашы бүйтіп, әйел адамның шашын бүйтіп екіге бөліп өріп қойған деген сияқты. Мынау не? Міне көрдің, пырақ дейді жаңағы, қанаты бар ат солар. Сол кездегі ертегілер болу керек өздерінің. Бағасың ұшатын не, бұғы, мысық, мынандай бір деңгелер, осындай, мынандай бір белгісіз мистикалық жануарлар біріне бірін қосқанда, алыстан ештеңені алмаған, ойдан шығармаған бір жануарды бір жануарға қосқан просто. Бұлар. Соған қара істегені жақырып жатқан. Ай алла я. Мына жаққа қараңдар еді. Жылын білейін. Енді міне, соның бетіне табылған не? Сонда табытқа ағашты қолданған ғой. Бетіне жаққан. Қима табыт дейді ғой, табытпен жасап жапқанда оның ішінде не істеген ғой, бальзамдаған не? Мына судан қалған ағаш, иә? Содан шығарылған зиратта қазғанда. Ал мынау берел жазғанда суретшілер қиял осы жазықта соғыстың бәрі осы сән салтанат, торжество, той бәрі осы өткен дейді ғой. Патшалар ру тайпалық тартыс, бәлен, төбелес, қырғыз. Іші істеген сияқты бәрі осы өткен ғой. Бар ғой. Жаңа балық бейнесінде салпыншақтың мынау осындай болады. Примерно. Жаңағы Балыққа ұқсайды, иә? Иә, көрінді. Суда балық бар. Оны ойдан ештеңе жоқ алмайды да, өздерінде қолдарында не бар, соны ғана нелер мысалы. Әсемдей берген сонда мына аттардың бәріне сол мүйіз жасайды екен да, бұл неге жасайтын? қолдан жасалған, иә? Тарихшы емеспін ғой мен. Әсемдік үшін шығар. Әсемдік үшін бұл, бірақ тоже бір тегін емес. Мына мысық барыс бейнесіндегі осындай көп тағады екен, әрбір бұрыштарына, повороттарына. Содан кейін повороттарына түйіскендар. Бір айбатшек тұрсын деген сияқты жаулары қорқсын деген мағынада шығар мүмкін. Иә, ана бейді де сол үшін одан аттардың әбзатына мына соқ құйрығы Иә. осындай сән. Енді ол көрінді, тоже бір жаңа Мен саған құйрыққа да шыбын үшін тимесін дейді ғой баяғыда. Жоқ, біздерде қазір ана ат шабыстарға барғанда байлап тастайды ғой бүйтіп, байқайсың ба? Атқа ыңғайлы болсын дейді. Жоқ, атқа емес, анау шыбын тигізеді ғой құйрығын, боғын тигізеді анау. Не болған киімдерінен алып қарағанда сурет, ою, любой бір түймесінің өзіне обязательно бір не болады дейді. Өрнектер, оның бәрі шеберлікпен жасалады. мәдениеттің белгісі ғой. Иә. Сонда алдында француз ғалымдары сол таң қалған ғой, Францияның әйелдерінің киген киімдерін қазір керемет мода дейді ғой. Сол кездегі 2,5 жыл болған қыздар әбсем сән қой болған екен дейді да олар. Тарақтарының өзі немен жасалған.
19 жыл. 99 жыл шығарған иә. Мен жаңағы берел жазған насо. Тек бірақ табылған басында. Жоқ, 17 жылы біреу шықты ғой, оны одада тура аттарын бәрі сақтаған. 17 осы 2017. Иә, мына 99 ең үлкен табылған осы. Тоналмаған. Онда әлі ашылмағандары көп. Ашылмаған көп түймелер, көбісі әйел адамның киімінің нелері. Қалдықтары. Сепшкаларың әмесін. Шыннан бәрі ұсақта өрнектеп істеген емес. Шошақ көріктілер дейді оған мысалы. Сол мынау бұқтырмадан өтіп бара жатқан. Домна пештің осы бәрі балқыту үшін. Жапон бір ғалым пеш іздемекші болып жүр жасаған. Шығып тұр, жердің астында. Түймелер, иә. Иә, түй. Күшті да. Уаққан салақтан үйіне қайдан Мә, құс құмыралары бар. Иә, темір ауызды, сүйек сулық дейді мысалы. Жабайы деп айтады, құстың жабайы емес екен. Құстың мәдениетті болған екен. Солай ойлаймын. Сақ моншасы дегендер бар ғой, оны ешті. Сол керемет моншалар болған ғой, ғана көріндір ме? Тұма томиристі көріндір ме? Иә. Сол кинода көрсетіп ғой. Бірақ ол кинода көбіне жасыл көзді. Сені жиман, және біздің тарихшыларға нер болды. Қазақтардың көзі. Негізі бәріне көзбен қарауға болмайды кісілер айта беріп, басқа жағынан қарау керек. Сықыру ғана. Сықыратын. Бір-біріне шақырады, далада тауда нетеді сөйлеседі. Амулет дейді. Сықырғыш дейді, сықырғыш. Сықыру ғана. Мынау мойынға тағатын бойтұмар мынау сықырғышы. Косметикалық жағы не екен? Кисточка да? Сол кездері кисточка бар, көрдің ба? Маса. Сонда қарасып көрек. Сол кездегі бір адамның қолының табы қалды ғой бұда, иә бүйтіп қарасаң, сонда біреулер бір қыз шашын тарап, сәнденіп отырды ғой, иә қарасаң, уақыт деген ерек жағын. Жеті дейді, бордан жасалған түймелер екен. Бордан түйме жасаған, иә сонда. Қайсы? 8. Қарағы енді неден жасалған? Сүйек. Сүйектен жасалған. Анау да сүйек. Қайсы? Үстінде бір. Сол кездің өзден андай көздер салатын болған ғой, моншақтарда. Иә, анау. Анда әбзелінің әшекейлері дейді. Мынау жағы не шығар? Әбзелінің. Ондай бәтеңкелер болған. Бәрі де ата жер астында жатқан. Бергі заман беректе шығар. Мынау деген берел қорығы ма? Тура оригиналы бір нәрселер емес, соның точно келтірген макеті ғой бәрі. Тура Сол жылқылар ғой. Тура осы диаметрден, тура осы диаметр, тура осы 2 метрға көтеріп тұрған кішкене, анау неге 4 метр төмендеп тұр ғой. Тура аттар, тура осылай емес. Тура осылай тұрған ба? Тура аты, астында да ашық. Мына сонда қаптырағы. Тура осылай болған. Қалай сақталған десейші? Деген сенің болып қасынан не болған? Естегі бар ма? Әшекейлері, еркектердің Мыналар қағаз ба, не түсінбедім. Мыналар қағаз ба? бюроның несі ғой, Тура осылай тұрған аттар ана жерде, мына осындай шұңқырда, мынандай. Бәсене құмыралар тұр дегенім ғой. Әйелдердікі екен көрінді. Жаңағы мына жерде кім жерленген? Бұл жерде бір бозбала мен бір әйел жерленген дейді да. Бірақ оны анасымен баласы емес болып шықты ол. ДНК-ларына зерттеген кезде екеуі туыс болып шыққан. Бірақ оны білмейді да ол. Апалы, нере ма, әлде баласы не демейді. Екі этаж тірден өлтіріп салған ғой. Ақиқатта шығады ғой, сол кезде қатты видео жүріп кетті. Әлі қозылмаған қорымдар бар, жаңағы жиделдетіп қой. Жаңа сездік қой, бүгін міне иісін сезді. Қандай тамаша.
Ne neresi? Kulaktaysın. Kımışesi var. Ne neresi? Kayısını al. Рахманский ключи санаториясындамыз. Рахман кайнарындагы жалдамалы үйлөр экен осы. Осы жер ғой. Жердің астынан шығып жатқан Рахман кайнары. Ыстық су Рахман кайнарынан ағып жатыр. Su жағын, не su жағын?